2024 жылғы 17 ақпанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ішкі істер министрлігімен бірлесе және бас прокуратураның үйлестіруімен жүзеге асырған операция шеңберінде Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жетісу облыстары және Шымкент қаласында 8 топты бейтараптандырды. Нәтижесінде олардың ортасында деструктивті діни ағым жақтастары бар 23 адам ұсталды. Олар ауыр және аса ауыр қылмыстарға, соның ішінде терроризмді насихаттау, адамдарды ұрлау, қорқытып алу, сондай-ақ есірткі заттар мен ату қаруының заңсыз айналымына қатысы бар деп күдіктелуде. Жасалған құқыққа қарсы әрекеттерін бірқатар жағдайларда теріс бұрмаланған діни қағидалармен ақтап жүрген. 49 тінту іс-шаралар барысында ату қаруы, оқ-дәрілер, діни әдебиеттер, ақша және есірткілер алынды. Операцияны өткізуге республиканың 8 өңірінде бір мезгілде 250 күштік құрылым қызметкерлері жұмылдырылды. Тергеп-тексеру іс-шаралары жалғасуда. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабы 1 бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.